Айдана, TikTok пен YouTube'да мынандай видеолар толып тұр. Қазір инвестиция салсаң, бір жылда бизнес-вумен болып шығасың. Кейбіреулер айтады, қазір 10 мың теңге инвестиция салсаң, бір жылда миллионер болып шығасың. Бұл рас па өзі? Бұл инвестицияға қарағанда ертегі ұқсайды. Инвестиция ол тез байып кетудің жолы емес. Ол ағаш өсіру сияқты. Алдымен отырғызасың, күтесің, содан кейін жемісін көресің. Инвестицияның негізгі мақсаты ол ақшаны ұзақ мерзімде сақтап көбейту. Дұрыс екен. Ал инвестиция салу деген нақты не? Мен ойлағам, оны тек миллионерлер ғана істейді деп. Бұл үлкен қате. Инвестицияны кез келген адам жасай алады. Тіпті сен де қалтаңда 1000 теңге болса да. Инвестицияда ең маңызды сома емес, ол тәртіппен білім. Демек, қазір маған тек үйреніп, жинап, тақырыпты зерттеу керек па? Солай ма? Я, дәл солай. Инвестиция деген не? Ақша салу, болашақта көбейту мақсатында. Міне қара, жаңа бастаған инвесторларға арналған 3 негізгі құрал бар. Акциялар компанияның үлесін сатып алу. Компания дамыса, баға да өседі. Пайда аласың, бірақ тәуекелді жоғары. Облигациялар. Мемлекетке немесе бизнеске қарызға беру. Пайызбен қайтарылады. Табыс аздау, бірақ сенімдірек. ETF. Онда ондаған тіпті жүздеген акция мен облигация жиналған қор. Себет сияқты тәуекел аз, әсіресе жаңадан бастағандарға. Жақсы, ал акция мен облигацияның аралмашылығы неде? Акция көп пайда әкелуі мүмкін, бірақ бағасы күрт төмендеуі де ықтимал. Облигация тұрақтырақ, бірақ табыс аз. ETF орта жол, тәуекел де табыс та орташа. Құрал, акциялар. Табыс жоғары. Кімге арналған? Тәжірибелілерге. Құрал, облигациялар. Табыс орташа. Кімге арналған? Абайлап бастайтындарға. Құрал, ETF. Табыс орташа. Кімге арналған? Жаңадан бастаушыларға. Жалпы бұл іспен қанша жастан айналысуға болады? Маған әлі 18 толмады ғой. Ресми түрде 18 жастан. Бірақ сен қазірдің өзінде кітап оқып, видео көріп, демошоттармен жаттыға аласың. Ал егер өзіңе сенімді болсаң, қызық болса, ата-анаңмен өз шотыңды аш. Сенімен бірге инвестиция үйрене алады. Ал менде тек 1000 теңге болса ше? Жетеді, ең бастысы бастау. Мысалы, ай сайын 1000 теңгені ETF-қа салып отырсаң, 5 жылдан кейін жақсы сома жиналады. Қыздар, мен мына жарнаманы жиі көремін. Айына 20%? Жоқ, айына 20% уәде етсе ол алаяқтық. Алаяқтар адамдардың ашкөздігін пайдаланады. Әдетте инвестиция табысы жылына 6-12%. Инвестиция марафон секілді, спринт емес. Миф, инвестиция сал тез бай боласың. Шындақ, жоғары табыс, жоғары тәуекел. Инвестиция бұл болашақты ойлау. Аздан баста көбірек оқы, үйрен, дамы, болашақ өз қолыңда.